Баршаңызға қайырлы күн. Осындай ыстық күні салқын лимонад істеп ішкіңіз келсе, осы рецептті толықтай қараңыз. Мен лайм мен кивиден жасалған лимонадты сізге ұсынамын. Ең алдымен осындай ковшинге кивиді және де лимон, лайм және де мятамыз салатын боламыз. Содан кейін осындай мұздатылған сарыағаш және де мұздатылған спрайтты құямыз. Жарты литрден құйсаңыздар болады. Дүкендерден қымбатқа сатып ала бергенше бір сиропты алып қойып, бірнеше рет осындай сок жасап ішетін боласыздар. Салқын күні шөліңізді қандырады. Мен осындай лимон, лайм деген сироп алып қойдым. Осыны жақсылап сок істейтін боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша құйсаңыз болады. Өте қатты көп құйып жүрмеңіз. Одан кейін осылай жақсылап араластырып аламыз. Бұның үстіне мұз салсаңыз да болады. Менің суларым бәрі салқын күйде болғаннан кейін мен үстіне мұз салмадым. Осылай салқын күйінде қонақтарыңызға ұсынсаңыз болады. Бокалымызды былай сәндеп жүреміз, әдемі болу үшін. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, менің қазақша каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.